Енді алдыңғы сторисімізге қайтып келейік, яғни қан тамыры зақымдалған жағдайда бізде қандай процестер жүзеге асады. Бұл бізде гемостаздың рөлімен жүзеге асады, яғни біріншілікті гемостаз және екіншілікті гемостаз және фибринолиз процестері арқылы. Мысалы, қан тамыры зақымдалды, мына жерде повреждениені көріп тұрмыз. Осы жерде жаңағыдай тромботиттер бізде бір жерге жинақталады, бірақ олардың жинақталу үшін, мысалы, қай қан тамырдың зақымдалған бөлігін білу үшін ол жерде бізде фактор Виллибранда бөлінеді. Фактор Виллибранда бөлінгеннен кейін тромботиттер бір-біріне жақындай бастайды. Жақындалып, енді олар бір-бірімен тромбоцитпен бір-бірімен жабысу үшін, яғни агрегациясы үшін бізде тромбоксан А2 бөліну керек. Тромбоксан А2-ні мен алдыңғы стористе айттым, яғни бұл бізде жаңағы қабынулық медиатор болып табылады, яғни цоктармен жаңағы арахидон қышқылы қосылған кезде бөлінетін медиатор болып табылады. Тромбоксан бізде мына екі тромботиттің бір-бірімен агрегациясын шақырады, яғни тромботиттер бір-бірімен жабысады осы кезде. Одан кейін бізде коагуляционды каскад механизмі жүзеге асады, яғни оның бізде сыртқы жолы және ішкі жол болады. Олардың екеуінің де миссиясы ол 10-шы факторды активтендіру, яғни фактор Хаги-Ваганы активтендіру болып табылады. Осы 10-шы факторға жетем дегенше олар бізде 13 түрлі факторды бөліп шығарады. Мысалы 6, 5, 7-ден 2-ге ауысады деген сияқты. Барлығының миссиясы осы 10-шы факторды бөлу. 10-шы фактордың қызметі бұл өте маңызды қызмет атқарады, яғни протромбинді тромбинге айналдырады, және де тромбиннен фибриноген фибринге айналдырады. Осы фибрин бізде ай түрі бұл фибриногенді сетті, яғни торды түзет. Яғни осы жерде бізде тромб пайда болады, осы тор арқылы. Бұл бізде тромботит арылып пробкаға алып келеді. Одан кейін бізде мына жерде эндотелийдің өсу факторлары бөлінеді, яғни қан тамырдың ары қарай регенерация процесі жүзеге асады. Енді бізде фибринді сетті біз лизиске ұшыратуымыз керек. Ол бізде фибринолиз деп аталынады. Бұл тромбты лизиске ұшыратпасақ, бұл басқа қан тамырларға барып шегеліп, ол жерде ишемияға, инфарктқа алып келеді. Сондықтан да біз осы тромбты ертіп жіберуіміз қажет.